Сәлем достар, бүгін мен өте тез әрі жылдам дайындалатын 10 минутта дайындалатын хачапури жасаймын. Ең алдымен 1 стакан ұн. Бұның өзі 250 грамм шығады. Сосын жарты қасық тұзымызды осылай 1 қасық толар-толмас разрыхлителімізді араластырып аламыз екеуін. Жақсылап араластырып алып, одан кейін сүт құямыз 1 стакан. Бұл стаканымызда 250 грамм шығады. Осы екеуін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей жақсылап араластырып алдық. Осымен бір жұмыртқаны қостым. Енді бұны да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей жұмыртқамызды араластырдық. Енді сырымызды саламыз. Сырымызды 300 граммдай саламыз. Бұны да жақсылап бір араластырып аламыз. Газымызға сковородкамызды қойдық. Осылай көлемде жанып тұр. Қазір қызған соң астын басамыз. Осылай сармайын кішкене ғана сармай алсам кішкене астына шатып қалмайды сковородкаға. Енді газымыздың астын басамыз. Мінекей газымыздың астын бастық, баяу отқа. Енді осы тестамызды сковородкаға саламыз. Мінекей тестамызды салдық. 5-6 минутқа қоямыз. Мінекей әдемі болып жатыр. Қойғаныма 2 минут болды. Осылай 5 минутқа дейін күтеміз. Мінекей жаңа хачапурimiz осылай көтерілген. Осылай міне қолымыз тигізіп көреміз. Егер қолға жабыспаса, онда бір жағына аударамыз. Мінекей екінші жағына аудардым. Менің сковородкам күнделікті тамақ істейтін сковородка. Кішкене асты жабысыңқырап қалыпты. Ештеңе етпес. Бергі бетіне ауыстырғанда арғы бетінің астына кішкене май жағып, осы тарелкаға салып ауыстырып алдым. Енді тағы 1 минутқа, 2 минутқа қоямыз. Мінекей хачапурим дайын болды. Мен тек жартысын ғана кестім, бәрін кескен жоқпын. Мінекей арасы сырмен ас болсын.